осындай көрінісі керемет, дәмі тіл үйіретін, күріштер бір-біріне жабыспайтын, езілмейтін палауды жасаудың сырын мен сізбен осы видеода бөлісемін. Ол үшін видеоны соңына дейін тамашалап, менің каналыма тіркеліп, лайк басып кетіңіз. Ал бісміллә, бастадық, кеттік. Менімен бірге соңына дейін қараңыз. Ең бірінші палауға қажетті масалықтарымызды дайындап аламыз. Менде 1 кило күрішті басуға, яғни 1 кило күріштен жасалатын палауға арналған масалық. 1 кило маринадталған ет, сарымсақ және 1 кило күрішке 1 кило сәбізді дайындап алдым. 1-ге 1, яғни 2 кило демесеңіз 2 кило сәбіз саласыз, және 50-60 грамм қойдың құйрық майы және бізде сұйық май. Қызып тұрған ыстық қазанымызға майдап туралынған 50-60 грамм құйрық майды осылай турап саламыз. Және де үздіксіз қозғау арқылы біз оны ертіп аламыз. Осыдан өзінің құйрық майы еріп, өзінің майы шығады. Дәл осылай ертіп аламыз. Еріген құйрық майдың қалдығын бізде шұжық деп айтады. Осы шұжықты бір ыдысқа салып аламыз. Майы қазанның ішінде қалады. Ерген құйрық майдың үстіне 1 ожау, яғни 1 литр 1 кило күрішке 1 ожау жетеді. 1 ожау сұйық май құйып, екеуін араластырып жіберіп, қызып тұрған майға біз етімізді саламыз. Етімізді салып, жақсылап қуырып аламыз. Палаудың әдемі дәмді болып шығуының бірден бір себебі біз құйрық майды қосқанымыз дәм береді. Және екінші, біз етті қызартып қып-қызыл болғанша қуыруымыз керек. Яғни газда жасалынған, отта жасалынған палаулар өте дәмді болады. Менде ток плита болғандықтан бетін осылай жауып отырып, өзінің буына демдей отырып, осылай қызартып қуырып аламын. Қып-қызыл болып қуырылған ет палауға өте керемет дәм береді. Палаудың бірден бір себебі осы. Етіміз қызарып қуырылғанша біз пиязымызды шетінен турап дайындай береміз. Сіздерге айта кететін жайт, құйрық майдан, яғни ертіліп май шыққан қалған шұжықты не істейміз десеңіздер, дәл осылай пиязды майдалап турап, нанға араластырып, нан қостырып, балдарыңызға жегізсеңіздер өте дәмді және де өте пайдалы майдың бірі бұл. Қызарып, әдемі болып қуырылған етіміздің үстіне туралған пияздарымызды салып, жақсылап қуырамыз. Пиязды да 1-2 ғана қуырмастан, пиязда сөлі шығып, таза қызарып, яғни алтын түсті деп айтамыз ғой, золотистый болып қуырылғанша қуырамыз. Пияз бен етіміз дайын болғанша сәбізімізді турап дайындай береміз. Сәбізді тураудың 2 жолын көрсеткім келеді. Біреуі осындай жуан, яғни езілмейді бұл. Палауда сәбіздің орны ол мүлде езілмеу керек. Ал екінші түрі ол соломка деп айтамыз, яғни сопақша жіңішке етіп тұру. Жіңішке болғанда қатты жіңішке етпейміз. 1 сантиметр көлемінде дәл осылай турап аламыз. Өзіңізге қалай ыңғайлы, солай турай берсеңіз болады. Жақсылап қуырылған ет пен пияздың үстіне туралған сәбіздерімізді салып, бұны да қуырып аламыз. Сәбізді ұзақ қуырудың қажеті жоқ, себебі езіліп кетеді. Жаңа ғана айтып өттім, палауда сәбіз езілмеу керек. Сол себепті 1-2 аударып қуырғаннан кейін, где-то 5 минуттай қуырып болғаннан кейін, сәбіздің, яғни үстіне, сәбіз, ет, пиязымыздың үстіне су құямыз. Су құйған кезінде ескере кететін жағдай, көп су құюдың қажеті жоқ. Салған ет, мүмкін сіз сүйек салған болуыңыз мүмкін. Барлығын жақсылап осылай жайғастырып алыңыз, яғни орналастырып, ет батып тұру керек. Етіміз батқанынша су құямыз. Ет, сәбіздердің барлығы судың бетімен бірдей болып тұру керек. Осы ескерілетін жағдай. Су көп құйсаңыз, күрішіңіз езіліп кетеді, яғни палауыңыз езіліп кетеді. Су құйып, бетін жауып қайнатамыз. Қайнаған тамағымызды ашып, осылай бір араластырып, яғни астын, жоғары жағын астына, астын бетіне қарай шығарып, бір аударып аламыз. Енді біз оған приправа, яғни палауға арналған, мен осы приправаны өте жақсы көрем, себебі бұның ішінде зирасы, мейізі және красителі бар. Осылай мөлшерде қосып алып, бұл жерде 4 килоға арналған, мен бұның жартысын ғана қосамын. Приправаны қосып, және де осындай қалампыр дейміз, горький перец қосып, ары қарай біз тамағымызды қайнатамыз. Горький перец ол ерекше дәм береді. Өзіңіз қайнаған кезінде қосып, тамақтың тұзын көргенде-ақ дәмін сезесіз. Ерекше бір
басқаша татым береді тамаққа. Сосын палаудың татымына қарай, яғни тұз саласыз, және де осындай жақсылап тазартылған, жуылған сарымсақ, яғни чеснок саламыз. Чеснокты палауға өте бір басқаша дәм береді. Дәл осыларды осы шақ бойынша жасап көрсеңіздер, керемет палау жасайтындарыңызға мен сенімдімін. Палаудың суын ұзақ қайнатудың қажеті жоқ. Қайнаған сәттен бастап жарты сағат, яғни 30 минут қайнатсаңыздар жетеді. Бетіндегі чеснок пенен қалампырды ыдысқа салып алып, біз күрішімізді салып демдеуге кірісеміз. Палаудың масалықтарын қуырып жатқан кезінде мен бір шетінен 1 кило күрішті жақсылап жуып, тазартып, жылы суға жібітіп қойған болатынмын. Сіздерге де жібітуге кеңес беремін. Күрішті жібітпестен салатын болсаңыздар, күріш ала болып қалады, яғни бірі піскен, бірі піспеген болып қалады. Сол себепте күрішті міндетті түрде алдын ала жылы суға жібітіп қою керек. Дәл осылай күрішімізді саламыз. Енді күрішті салған кезінде жақсылап арасына, яғни еттің арасына, сәбіздің арасына түсу үшін осылай жайғастырамыз. Суы аз болып қалды деп бетіне су құюшы болмаңыздар. Дәл нормаменен құйған суларыңыз, яғни еттің бетімен бірдей етіп қойған суларыңыз жетеді. Дәл осылай видеодағыдай күрішті үстінен басып, арасына, ет пен сәбіздің арасына түсіріп, тегістеп шығамыз бетін. Бұған артық су құюдың қажеті жоқ, тек қана палауды демдеген сәтте ғана біз су құятын боламыз. Қайнап жатырған күрішіміздің бетін, яғни палаудың бетін астыменен қопарып аудармаймыз, яғни қозғамаймыз. Тек қана бірінші беті слой дейміз ғой, бірінші қабатын ғана дәл осылай күрішті легкий, яғни жеңіл түрде бір-бірімен араластырамыз. Себебі палауымыз піскен кезінде күрішіміз ала болып қалмау үшін, яғни бірі піскен, бірі піспеген болып қалмау үшін, дәл осылай суы тартылғанша арасында 1-2 рет қана осылай күрішін араластырамыз. Міне суы әлі бар, астында суы тұр. Бұл суы таусылам дегенше, міне екінші рет мен уже беткі жағын, яғни бірінші слойын күрішін жанынан, ортасынан араластырып, және қайтадан бетін тегістеп жауып жатырмын. Қайнап жатырған палауымыздың суы тартылды, яғни енді осы күрішті ортаға қарай жинаймыз. Астында ет пен сәбіздеріне мүлдем тиіспейміз. Әдемі төмпешік болып жиналынған палауымыздың, яғни күріштің үстін, арасын осылай қасықтың көмегіменен тесіп шығамыз. Ол арасына қазір біз су құямыз. Сол су күріштерді таза пісу үшін бізге көмектеседі. Осылай тесіп, жақсылап қайнаған ыстық судан жарты бокал құйып шығамыз. Суға байланысты, мысалы үшін бір күріштер көп суды талап етеді, кей күріштер суды аз талап етеді. Базардан күрішті сатып алып жатқан кезде сатушыдан сұраңыз. Суды көп талап ететін күріш пе, әлде аз талап ететін күріш пе, сортын барлығын сұрап алыңыз. Сатушылар бәрін біледі. Мен элита күрішін пайдаландым. Жарты бокал суды құйып, жаңа піскен чесногымызды және 2 қалампырымыз, яғни горький перецімізді салып, жай отта, яғни астын өте ең төменгі көрсеткішке, яғни градусқа қойып, палауды 15-20 минутқа демдейміз. 15-20 минуттан кейін палаудың астын өшіріп, бірақ бетін сразу ашпаймыз, яғни қазанның бетін ашпаймыз, 10 минутқа өзінің буында қалдырамыз. Сіздерге үлкен кеңесім, палаудың астын өшіргеннен кейін мүлдем бетін ашпаймыз, 10 минуттан кейін ашамыз, өзінің буында таза және пісу керек. Менікі міне шашыраңқы әдемі болып шықты, себебі суды өзінің нормасында құйдым, барлығын өз нормасында жасадым. Дәл осылай күріштеріңіз шашырап шығады, нормасында жасаған болсаңыздар. Палауды жақсылап араластырып, еттерін бөлек ыдысқа алып, қайтадан бетін жауып, палаудың еттерімізді турап аламыз. Мінекей біздің палауымыз дайын. 1 кило күрішпенен жасадым. 1 кило күрішке арналған масалықтардың нормасын видеоның описание бөліміне жазып қалдырамын, содан жазып алсаңыздар болады. Дәл осылай дайын болған палауымызды ыдысқа салып, әсемдеп қонағыңызға не болмаса үйдегілерге ұсынсаңыз болады. Баршасын нормасымен жасасаңыз, осындай әдемі, өте тіл үйіретін дәмді палау жасарыңызға сенімдімін. Ас болсын, мен сіздерді жақсы көремін. Менің каналыма тіркеліп, видеома лайк басуды ұмытпаңыз. Және де осы палауды жасаған болсаңыз, қалай шыққанын, дәмін комментарий бөліміне қалдыра кетіңіз.